Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өзім жасайтын қарапайым чак-чактың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып алып, оған шым-шым тұз және кішкене ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Кейіннен оған керегінше ұн салып аламыз да қамырымызды илейміз. Қамырымызды илеп болған соң бетін жауып 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Сол уақытта біздің қамырымыздың иі қанып, эластичный болып шығады. Дайын болған қамырымызды кішкене ұн сеуіп, жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болған соң, кішкене уақытқа кептіріп қойсаңыздар болады. Сонда кесуге өздеріңізге ыңғайлы болады. Не болмаса, ұн сеуіп бірден кесе берсеңіздер болады. Мінекей мен кептіріп кестім. Кептіріп кескен өте ыңғайлы. Қамыр бір-біріне жабыспай жақсы шығады. Мен чак-чакты екі түрлі қылып кестім. Бірі осындай ұзынша, ал екіншісі ұсақ, осындай 4 бұрыш. Енді қызып тұрған майға чак-чактарымызды сарғайғанша пісіріп аламыз. Құрамында ас сода болғандықтан майымыз осылай көпіршиді. Мінекей біздің чак-чактарымыз дайын. Мен дүкеннің қарапайым балымен араластырдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша балға қосымша сироп жасасаңыздар да болады. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді әрі қытырлақ. Сіздермен бірге болған мөлдір, астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.